Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Бағана бір видеоны көріп, жаман болды жүрегім. Жүрекке адамды кіргізбе, ол адамды кіргізсең, сол адамнан зардап шегесің депті да. Действительно рас айтқан екен. Мен бір кездерде қатты біреуді жақсы көріп, сол адаммен өмірім басталып, сол адаммен өмірім аяқталады деп ойлайтынмын. Ол адам қатты жақсы көрген сайын ол сенен алыстай береді екен. Ол сенен қашады екен. Ол адамды қатты жақсы көріп, шын жүрегіммен сол үшін өмірімді беріп, жан тәніммен жақсы көрген сайын ол адам білмеймін менен тұншыға ма, наоборот, ол менен қашады екен. Кейін ойладым мен, егер де осы адамнан айырылып қалсам, бұл өмірде мен өмірдің бәрі бітті, осы мен өмірімнің бәрі бітті. Баланы да, еш нәрсені ойламай, осы адам общем жоқ болса мен өмірімде, мен де өлем деп ойлайтынмын. Оказывается, шын мәнінде адам өлмейді екен. Ол адам сенің жүрегінен шығып, басқа жаққа кетіп қалса да, может, о дүниеге, может, вообще басқа бір әйелмен ба, әлде сенің жүрегінен шығып кетіп қалса ол адам, саған мүлдем мән бермей болмаса кетіп қалса, сен барған сайын мықты болады екесің. И түсінеді екесің да, бұл өмірде біреуге жабысудың қажеті жоқ екен. Бұл өмірде біреуді жақсы көрудің қажеті жоқ екен. Бұл өмірде только Алланы ғана жақсы көру керек екен. Алланы ғана жақсы көру керек екен. Алла өте қызғаншақ екен. Басқа біреуді жақсы көрсең, ол адамды сенен алыстатады. Либо сен оны жақсы көрсең басқа адамды, сол адамнан сен өте көп қиыншылық көреді екесің. Сол себепті айтқым келеді сіздерге. Алладан басқа тәңір жоқ дейді. Мұхаммед оның елшісі дейді. Алланы ғана сүйіңіздер. Басқасын бәрі әшейін бос әурешілік екен. Аман болыңыздар, махаббаттарыңыз берік болсын. Сау болыңыздар.